Hello, my dear students. Today we are going to start our first lesson. My name is Ақмарал Кеңесқызы and our words. Сәлем достар, менің аты жөнім Ақмарал Кеңесқызы. Бүгін біз бірінші сабағымызды бастағалы отырмыз. Ең бастапқыда бірінші ағылшын тіліндегі ең базы, ең негізгі елу қарапайым сөздерді үйренетін боламыз. Себебі біз сөйлеу керекпіз, солай емес па? So let's get started. Бастайық онда. Бірінші сөз, біздің бәріміздің білетін good. Бұл не деген сөз? Бұл жақсы, немесе өзіміздің жағдайымызды түсіндіріп айтқан кезде, орташа жағдайда болған кезде, осы сөзді good деп айтуымызға болады. Оны қалай практикада қолданамыз, келесі сабақтарда көретін боласыз. Қазір тек қана сөздерді жазып, произношениесін менімен бірге қайталап отырыңыздар. Произношениесін дұрыстап алыңыздар. Сол кезде сіздерге сөйлеу оңай болады. Next word is bad. Бат емес, немесе бат емес, bad. Қазақ тіліндегі дыбысы қосақ оқылады. Bad ағылшын тілінде жаман, немесе нашар деген мағынаны білдіреді. Next word is easy. Easy бұл өзі айтылу оңай сияқты, мағынасы да оңай деген мағынаны білдіреді. Яғни easy, оңай. Күнде қолдансаңыз болады. Easy, оңай. Келесі сөз, осы сөздің қарама қарсысы difficult емес, немесе difficult емес, difficult аударылады қиын. Repeat after me, менен қайталап отырыңдар. Difficult, қиын. Келесі сөз empty. Байқап тұрған шығарсыздар, ортасында п әрпі тұр, бірақ та ол оқылмайды. Empty аударылады бос. Empty, бос. Next word is full. Бұл сөзді көбі қателесіп foul деп оқиды. Жоқ, бұл foul емес, немесе foul емес. Бұл оқылады full. Full аударылады толы және де тоқ деген мағынасы бар. Егерде мен бір нәрсе толы, немесе мен тоқпын, яғни тойдым деген мағынада айтатын болсам, I'm full. Мен тоқпын деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз dangerous. Dangerous деп жазылып тұрғанмен бұл сөз оқылады dangerous. Dangerous аударылады қауіпті. It's dangerous. Бұл қауіпті. Dangerous. Next word is safe. Қараңыздаршы, мына сөз сіздерге таныс па? Safe. Біз күнде, егерде біздің бағалы затымызды бір жаққа сақтағымыз келсе, соны сейфке сақтаймыз. Ол осы сөз ағылшын сөзінен шыққан safe аударылады қауіпсіз деген мағынаны білдіреді. Next word is rich деп айтпаймыз. Ағылшын тілінде р әрпі қатты не істелмейді. Rich аударылады by. Next word is керісінше қарамарсы кедей деген мағынаны білдіретін П, немесе П аударылады кедей. Next word is big деген сөзді қазақ тілінде big деген сөзге ұқсастырып, көп адамдар big деп отырып жатады. Жоқ, big аударылады үлкен. Яғни big бен, Лондондағы. Big үлкен. Next, қарама қарсысы small аударылады кішкентай. Мына сөз small деп оқылмайды. Қараңыздар, әрпі Л әрпінің алдында тұрған кезде ол оқылады. Small кішкентай. Next word is old емес, old үлкен, кәрі, ескі деген мағынаны білдіреді. Яғни үлкен адамды, ересек адамды көрген кезде, кәрі адамды айтқан кезде old man. Ересек адам, кәрі адам білдіреді. Old man. Енді оның қарама қарсысы, мына жерде new бұл жаңа. New жаңа. W әрпі V деп оқылмайды. New. Және де осының old деген сөздің тағы бір сөзі, ұқсас сөз бұл young бұл жас деген мағынаны білдіреді. Яғни сіз old дегенді кәрі адам деп, new дегенді жас адам деп отырмаймыз. New жаңа, young аударылады жас деген мағынаны білдіреді. Оқылымына қараңыздар, young деп оқылғанмен біз оны оқимыз young деп оқимыз. Next word is dirty. Dirty, лас.
кір, лас деген мағынаны білдіреді. Мысалы, мен қолым лас десем, dirty hands. Dirty hands. Енді осының қарама-қарсы бұл clean. Clean. Таза. Clean. Бізде Қазақстанда cleaning центрлар, компаниялар бар ғой, вот тазалау компаниясында clean. Таза. Clean. Next word is expensive. Expensive. Expensive аударылады қымбат. Expensive. Қымбат. Енді оның қарама-қарсы cheap. Cheap. CH әрпін көрсек, біз оны ч деп оқимыз. Cheap. Ағылшын сөздері мағына. Исключение бар, оны алдағы уақытта өтеміз. Cheap. Cheap аударылады арзан. Next word is far. Far. Far аударылады алыс. Алыс. Far. Next, near. Near. Жақын. Near. Қайталап отырыңыздар. Мен бірге дауыстап қайталап отырыңыздар. Near. 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 Near деп оқымаймыз. Near. Near. Near аударылады жақын. Келесі сөз long. 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 Ағылшын тілінде, қазақ тілінде әрпімен естіледі келеді. Long. Long аударылады ұзын, ұзақ. Next word is short. Short. Short қысқа деген мағынаны білдіреді. Next word is hot. Hot. Hot ыстық, ыстықтау, ыстықтап кету деген мағынаны білдіреді. Hot. Next word is cold. Cold керісінше. Тоңу, жаурау, қай жерде қалай айтады, жаурап кеттім, тоңып кеттім, суықтап кеттім деген мағынасы да бар еще. Cold. Next word is high. High. GH сөздің соңында оқылмайды. High. High аударылады биік деген мағынаны білдіреді. Келесі оның несі low. Low аударылады төмен керісінше. High биік, low төмен деген мағынаны білдіреді. Next word is fast. Fast. Fast бұл жылдам, тез деген мағынаны білдіреді. Next word is slow. Slow. Керісінше жай. Fast, тез, slow, жай деген мағынаны білдіреді. Next, wrong. Wrong. W әрпі оқылмайды. Wrong. Wrong қате, бұрыс деген мағынаны білдіреді. Менікі қате деп айтсам, I'm wrong деген мағынаны білдіреді. Менікі қате. I'm wrong. Керісінше менікі дұрыс деп айтатын болсам, онда айтам right. I'm right. Менікі дұрыс. Right. Дұрыс деген мағынаны білдіреді. Next word is happy. Happy бұны бәріміз білетін шығармыз. Happy бақытты, бірақ та оның тағы бір мағынасы бар. Риза болу деген мағынаны білдіреді. I'm happy with you. Мен саған разымын деген мағынаны білдіреді. Next word is tired. Tired бұл шаршап тұрмын. Немесе негізгі мағынасы бұнікі шаршаңқы деген мағынаны білдіреді, бірақ біз мағынасы бәлше шаршап тұрмын деп қолданамыз. Next word is sad. Sad бұл көңілсіз деген сөз. Мен көңілсізбін. I'm sad. Sad. Қылып оқимыз, sad. Sad емес, okay? Sad. Next word is thirsty. Мен бірге қайталаңыздар, сақал Th болып оқылады. Thirsty. Thirsty. Thirsty бұл шөлдеп тұрмын деген мағынаны білдіреді. I'm thirsty. Мен шөлдеп тұрмын. Thirsty. Next word is hungry. Hungry менің қарным аш. Просто немесе жай ғана аш. Яғни қарым аш деген мағынаны білдіреді. Hungry. Hungry. Next word is worried. Worried. Worried аударылады уайымдау, қобалжу деген мағынаны білдіреді. Okay, next word is angry. Angry, not angry. Angry. Angry ашулы, ызалы деген мағынаны білдіреді. Next word is bored. Bored. Bored емес, bored емес, bored. Bored ішін пісіп кетті, жалығу деген мағынаны білдіреді. Next word is late. Late. Бұл кеш деген мағынаны білдіреді ағылшын тілінде, бірақ та біз қазақ тілінде кешігу деген сияқты мағынаны білдіреді. Мысалы, мен кешіктім, I'm late. Next word is early. Early. Бұл керісінше ерте келу, ерте деген мағынаны білдіреді. Мысалы, мен ерте келем сабаққа деймін, I'm early. I'm early. Ерте. Next word is here. Here. Here мұнда, мына жерде, осында деген мағынаны білдіреді.
мен осындамын. I'm here. I'm here. Next word is there. There. Анда, ана жерде, анда деген мағынаны білдіреді. Мысалы, ол анда. He is there. He's there. Ол анда. Next word is бәріміз білетін жаңағы бұл сөз is beautiful. Кейбір адамдар американдықтардың beautiful дейді. дыбыс естіп тұрады. Beautiful аударылады әдемі, сұлу деген мағынаны білдіреді. Next word is енді ер адамдарға да, әйел адамдарға да айтылатын сөз бұл attractive. Beautiful тек қана әйел адамдарға. Attractive бұл бәріне береді. Attractive бұл тартымды, сымбатты деген сияқты мағынаны білдіреді. Next word is famous. Famous олай емес. Famous атақты деген мағынаны білдіреді. Next word is slim. Slim бұл арық. Енді керісінше семіз толық. Fat толық деген мағынаны білдіреді. Және де бүгінгі біздің соңғы сөзіміз бұл ugly. Біз жаман сөзбен айтып жатырмыз. Ugly бұл түрі нашар, урод деген мағынаны білдіреді. Оның түрі нашар, he's ugly. Оның түрі нашар деген мағынаны білдіреді. Өте керемет базалық сөздер көп тұрсыздар ғой, Бұлардың бәрін, мен сіздерге бір лайфхак айтайын. Бұлардың бәрін отырып алып үйде beautiful, ugly деп өйтіп жаттап керек емес. Оның ешқандай пайдасы жоқ. Мен қазір келесі видеомды қараңыз, сонда мен сөйлем құрастыруды үйретемін. Сол арқылы көп практика жасап, осы сөздерді есте сақтап қалуға болады. Ешқашанда жаттауға, зубрить етуге rote learning дейді ағылшын тілінде. Оны ешқашанда тырыспаймын, бұның ешқандай тиімділігі жоқ. Тиімсіз нәрсе оны ұмытып қаласыз, okay? So, see ya!